Адамнан адамның артықшылығы оның тақуалығында ғана. Адамнан адамның артықшылығы оның қай үйде тұратығында емес, қандай көлік мінгендігінде емес, қандай киім кигендігінде емес, қай рудың адам екендігінде емес, қанша жаста екендігінде емес, оның түрінде емес, мамандығында емес. Алланың алдында қара құл да, хан да бір дейміз. Біз әкені құрметтеп өстік. Әкеден сескеніп өстік. Әкеден қорқып өстік. Әкеден үрейленіп өстік. Әкеміздің қабағынан қорқатынбыз. Анамыз марқұмның әулиелігі сонда, сол кездегі аналардың әулиелігі сонда, олар әкеңе мен жауап берем, әкеңнен сұранбай кете бер деген жоқ. Біз қандай да бірдеңе бір отырысқа баратын болсақ, қандай да бірдеңе сатып алатын болсақ, қандай да бір жағдай істейтін болсақ, бір үйге баратын болсақ, анамыздан сұралатынбыз. Ал анамыз, сонда анамыздың жауабы бара бер демейтін, әкең жіберсе барасың дейтін. Ананың әулиелігі сонда, әкеңді сенің хан қылып көтеріп қойған, әкең аттап кете беретін кісі емес. Ал енді анамыздың ақылдылығы сонда, әкемізді қаңғып қойып, біздің бойымызда әкеге деген құрмет керемет болды. Ал сол тәлім-тәрбиемен өскен адам, жас күнде сондай тәлім-тәрбие алған бала, кейін үлкендерді сыйлайтын болады, құрметтейтін болады, әкенің ананың қадірін білетін болады.